көтер қане басыңды. Күніңді босқа өткізіп бедің, тағдырың неге сұрайды сараң, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкімі жүген ағаш қайтадан гүлдемейді деп? Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікте ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп? Кім айтты саған? Өлең құрау ақындықтың көпірінің бір түрі. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналған мен алымды ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай келсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқашандай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындық кәусар ақындыққа болу керек асылан, шындықты айтып Ермаханбет айырылған басынан. Ақындар аз сын сағатта сөзден сіз орайған. Десек тағы Абай қашан жол іздепті оңайдан. Ел ұлт сырларымен, жыры биік тұрғанымен, ісі үшінмен Махамбетті биік қоямыз Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан қалайдан.